Кайырлы күн достар. Сіздермен бірге мен қызық болсын каналы. Достар, осы елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты көптеген жағдайларды ескеретін болсақ, көп нәрсе айту керек. Алайда қазіргі уақытта менің видеом уақыты шектеулі. Әр нәрсені жік-жікке бөліп тұрып айтатын болам. Бүгінгі қозғайтын мәселеміз мынау Мақтааралда болып жатқан апат туралы. Яғни өздеріңіз біліп отқан шығарсыздар, күні-түні Instagram, ВКонтакте, Facebook, хэштег және де TikTok, лайки, әлеуметтік желілерінде арыста болып жатқан оқиғалардың видеолары жан-жақты шайып жүр. Былайша айтқанда, қазір су көшкіні сияқты шайып жүр. Өте көп ондай видеолар. Және де мен кеше Өзбекстанда болып жатқан оқиғаның видеосын көрдім. Шыны керек енді. Жаға ұстатарлық жағдай. Біз Өзбекстанға ауырлық танытып, көмегімізді көрсетпекші болсақ, Өзбекстан Республикасы шыны керек енді. Өзбекстанға қарай ағып баратқан суды Қазақстанға, яғни Абай Келес аудандарына қарай суды ағызып жатыр, шыны керек. Ол видео кеше кешкісін, кешкісін деп кешіресіздер. Бүгін таңертең Инстаграмда желіде езді. Және де бұл видеода Қараған деді ма, сондай бір жерде екен түсірілген оны. Шыны керек, негізі біз Өзбекстанға көмек көрсетуімізге болмайды. Шыны керек, біз өзімізге көмек көрсетуіміз керек, және Өзбекстаннан өзімізге көмек көрсетуін талап етуіміз керек. Себебі апатты Өзбекстан тарапынан жасалды бұл апат. Шыны керек, осыдан 3 жыл бұрын Сырдария кентінде бізде осындай Сырдария деген үлкен су қоймасы бар. Осындай су қоймасы ашылды. Көптеген жарылыстарға төтеп береді. Су көшкіні болмайды, еш нәрсе болмайды, барлығы қауіпсіз, идеальный деген Өзбекстандағы су қоймасы бүгін жарылып, шұрқ тесік болып жарылып кетті, шыны керек, жарылып. Және де оның салдарын біздің Қазақстанда 3-4 ауыл зардабын көріп жатыр, шыны керек. Енді бұл жақта біз қазақстандықтар Өзбекстанға көмек беруіміз мүлдем әділетсіз. Қазақстан керісінше олардан көмек сұрау керек, себебі олардың жасаған су қоймасының кесірінен біздің Қазақстанда өздеріңіз естіп жатқан шығарсыздар, Мақтааралда 3 ауылдың тұрғындары үйлерінен айырылды. Және де сол Мақтаарал ауданының барша тұрғындарына осы көрермендер бар болса, егер осының ішінде көріп жатқандар бар болса, онда шын жүректен өкінішті әрине, және көңілімізді білдіреміз. Алла амандығын берсін. Аллах тағала басымызға бір қиындық берсе, мыңдаған жақсылықты әкеліп қойғысы келеді деген сөз ғой. Баршамыз не дегенмен Аллах тағаланың сүйікті құлдарымыз ғой. Енді қанша дегенмен басымызға бүгінше қиын іс түсті ағайын. Алайда осы жақында енді бүгін ертең деп айту, мына күні деп айту, ол менің қолымнан келмейді. Барлығы бір Алланың қолында. Барлығы әлі жақсы болады. Бауырлар, сенейік бұған. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге мен